أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті көпшілік, құрметті бауырлар, Алланың қалауымен бүгін екінші сабақ басталды. Екінші дәрісті қолға аламыз. Кеше бірінші сабақты өткен едік. Сол бірінші сабақта не өткенбіз, соны бір қайталайық. Кеше сіздерменен 9 әріпті өткенбіз. Соның ішіне мына 9 әріптің ішінен жаттап тауып алу керек болған. Соны тапты деп сенемін. Және де сіздерге 28 әріпті, 29 әріпті әл-әлифпен қосқан кезде қайталап танысқанбыз. Және осының ішінде сіздерге тағы бір тапсырма бергем. Жуан әріптерді, қызылмен белгіленген жуан әріптерді жаттап алу керексіздер. Бұл бір мағлұмат. Одан кейін махраж айтқанбыз. Әріптердің шығу орнын. Кешегі сабақты бір қайталайық дедік. Енді бүгін қазір бастайын деп атқан сабағымызды махражбен бастаймыз. Кеше махражды айтқанбыз, бүгін де махражбен бастаймыз. Ертең үшінші сабақта да махраж айтылатын болады. Үшінші сабақтан кейін махраж тоқтайды. Ары қарай шәкірттер күнде махражды өзі айта береді. Ал бисмилля, кеттік. Махражды айтамыз. Мына суретті алдыңызға шығартып алыңыздар, мына парақты да шығартып алыңыздар. Соған қарай махраж екеуі бірге қосылып шығады. Әріптің қай жерден ауыз қуысынан тіл, тамақ барлығы қосылып, әріптің шығуын қайталаймыз. Бисмилля, бастадық. Әббә, ибби, уббу, әтті, итти, утту, әсі, исси, уссу. Кеше айтқанбыз, тілді жұмсақ тістеп айтамыз, қатты тістемейміз. Әджә, иджи, уджу. Келесі әріп, қырналмайды. Әхі, ихи, уху. Қырналмау керек. Келесі әріп қырналады. Әхі, ихи, уху. Келесі әріп жіңішке. Әдді, идди, удду. Келесі әріп сақау әріп. Тілді жұмсақ тістеп айтамыз. Әзі, иззи, Узу. Р әрпі дірілдемеу керек. Әр деп дірілдемеу керек. Әр-ра, ирри, урру. Әззә, иззи, уззу. Әссә, исси, уссу. Әшшә, ишши, ушшу. Әсса, исси, уссу. Жуанды жуан қып айту керек. Әдда, иддай, удду. Жуан болу керек. Әтта, иттай, утту. Жуан. Нау сақау әріп. Тілді тістеп айтамыз. Жұмсақ тістейміз. Қатты тістемейміз. Әзза, иззи, уззу. Қырналмайтын әріп. Әрра, ирри, урру. Қырналмайтын әріп. Нау қырналады. Бірақ жұмсақ қырналады. Мынаған қарағанда сәл жұмсақ. Әғға, иғғи, уғғу. Әссә, иффи, уффу. Әққа, иққи, уққу. Қ деген әріп анық шығу керек. Әкка, әк, әкка, икки, уққу. Әллә, илли, уллу. Әммә, имми, умму. Кеше айтқанбыз, мим мен нун әрбі ұзақ ұсталады. Әнна, инни, унну. Өмір бақи ұзақ ұсталуы керек екеуі. Өмір бақи. Әуә, иуи, уу. Әхә. Деммен қатысы, деммен шығады. Әхә, ихи, уху. Ләмәликке махраж айтылмайды. Әйя, ии, уию. Ал, бисмилля, жаңылдегі кешегі дәрісті қайталадық. Енді бүгін жаңа сабақ. Кеше 9 әріп өткен едік, бүгін 10 әріп өтеміз. Жаңа сабақ. Кешегі 9 әріпті және фатха деген қарекені жаттап отырыңыздар. Қазір осыған қосамыз екеуін. 9 әріппен бірге фатха қарекесін осыған қосамыз және бір қареке өтеміз. Сонда 19 әріп 2 қареке өткен боламыз. Қайталаймыз. Дәл әрпі, дәл. Дәл әрпі. Ра әрпі. Қараңыз. Дәлдің өзі сөздің басында жазылатын дәл, сөздің ортасында жазылатын дәл, сөздің соңында жазылатын. Дәлден кейін ешқашан әріпке жалғанбайды. Дәл өзінен алдыңғы әріпке жалғанады, өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды.
Зәл де солай. Зәлдің өзі, зәлдің сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылатын. Зәлден кейін де әріпке жалғанбайды. Зәл. Бұлай қарай жалғанбайды. Бұлай қарай ғана жалғанады. Ра да сондай. Сөздің өзін раның, сөздің басында, сөздің ортасындағы ра, сөздің соңындағы ра. Иә? Мысалға, дәл, ра, зә деп қатарынан кеп қалса, бір-біріне жалғанбайтын алар. Нерде жалғау болмайды. Бұлай қарай болуы мүмкін, бірақ бұлай қарай болмайды. Дәл, зәл, ра, зә төртеуі де сондай. Өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды, өзінен алдыңғы әріпке жалғанады. Осыны есте сақтасаңыздар жақсы болады. Зәнің өзі, зәнің сөздің басында, зәнің сөздің ортасында, зәнің сөздің соңында жазылу. Мыналар жалғауларды, мыналар жалғаулар. Енді син әрпі екі жаққа да жалғанады. Мыналар сияқты емес. Бұл сөздің басында бұлай жазылады жалғаумен, син ортасында екі жаққа жалғанып жазылады, соңында жалғанып өзінің қалпына қайтып келеді. Шин да сондай. Басында сөздің ортасында, сөздің соңында бұлай жазылады. Яғни, мысал келтіріп берейін. Қараңыз. Син мен шиннің қосындысын көрсеттім сіздерге. Ортада екеуі жалғанды көрдіңіз бе? Сөздің басындағы, соңындағы. Ортасына түсетін болса, мына қалыпта түсетін еді. Көрдіңіз бе? Сөздің басы, ортасы деген нәрсені түсініп алсаңыздар жақсы болады. Енді сад әрпі де сондай, сөздің басында, ортасында, соңында. Бұл да екі жаққа жалғанады. Дат да сондай, сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында. Та да сондай, сөздің басы, ортасы, соңы. За да сондай, сақау әріп, сөздің басында, ортасында, соңында. Екі жаққа жалғана береді. Мына төртеуі екі жаққа жалғанбайды. Өзінен кейінге жалғанбайды, өзінен алдыңғыға жалғанады. Қараңыз, сад да та заны жалғап көрсетейін. Қараңыз. Сад да та за. Бір-біріне нестелініп атыр, жалғана береді. Енді бұларға біз кеше мынандай хареке қойған едік. Кеше қандай хареке өткен едік? Фатха. Ә дыбысын, жіңішке әріпте ә, жуан әріпте а дыбысын. Са, да, та, за деп оқу керекпіз, дұрыс па? Қазір біздің жаңа әріпке қосып оқып үйретіп атында, қазір сіздерге фатханы қойып үйреніп алыңыздар. Са, да, та, за. Енді мына әріптерге де. Қараңыз, син, шинді қойайық. Сә, шә, шә. Енді нерге дәл, зә. Нерге зәлді келтіріп берейін. Қараңыздар. Берге қареке қойайық. Кешегі фатханы бір еске түсірмесек болмайды. Сә, шә, шә. Сә, шә, шә. Дә, зә, зә. Біз қазір тек қана не қойдық? Фатха қарекесін қойдық. Кешегі 9 әріпті де қосатын болсаңыз, осылардың жанына ә әрпі қарекесі қойылып, қосылып кете береді. Енді біз сіздерге қазір фатха қарекесін үйреттім, фатха қарекесін. Бұл фатха қарекесін қазір өшірем. Қараңыз, фатха қарекесін өшірем. Өйткені сіздерге мен қазір жаңа сабақ. Қандай сабақ? Жаңа қареке өтемін. Жаңа қареке қандай қареке? Касра. Жіңішкеде и, жуанда ый дыбысын беретін қареке. Бұл қареке қақта тұрады? Әріптің астында тұратын қареке екен. Кеше фатха үстінде тұратын еді, бұл касра астында тұрады. Көрдіңіздер ма? Астында тұрады. Астында. Әріптің астында тұрады. Жақсылап қарабаңыздар, әріптің астында тұрады. Бүгінгі қареке өтетіміз. Кешегі фатха бұл касра. Енді мыналарға да қазір қойып көрсетем. Жаңа фатханы қойып үйрендік. Енді касраны қойып үйренейік. Ди, ди, ди. Дұрыс па? Ви, 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 ви. Ри, 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 ри. Зи, 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 зи. Си, 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 си. Ши, 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 ши. Сый. Қараңыз. Жуан әріпте, жуан. Сый. Сый, сый, сый. Дый, жуан әріпте. Дый, дый, дый. Тый, жуан әріпте. Тый, тый, тый. Вый. Тілді тістеп айтамыз, әрі сақау әріп, әрі жуан әріп. Вый, 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 вый. Қараңыз. Вый, вый, вый. Көрдіңіздер ғой? Енді касраны наларға қояйық. Сый. Қараңыз. Сый, дый,
ты, вы, сы, ды, ты, вы. Си, ши, ши. Ди, зи, ви. Ви, ди, зи, ви. Көрініп жатыр, я? Жақсылап қарабаңыздар. Көрдіңіздер, касра қарекесін өттік. Ал, бисмилла, бауырлар. 28-29 әріптің ішінен біз 19 әріпті өттік, және фатха, касра деген қарекені өттік. Енді сол 19 әріпті және фатха, касрамен бірге қосып дайындаламыз бүгін. Бірге қайталайсыздар, мен сіздерге жайлап көрсетіп оқып беретін болам. Бірге қосылып қайталап отырыңыздар. Мына тақтада жазылған әріптерді. Дәража, дәража. Мен алдыңғы сабақта айтқанмын. Бірінші әріп, одан кейін қареке. Сол кезде дыбыс шығады. Дәража, дәража. Бірінші қосуға асықпаңыздар. Қазақтың тілінде де буын деген нәрсе барған болса, арабтың тілінде де буын деген нәрсе бар. Үш әріпті буынға бөлесіз. Дәража. Буынға бөлесіз, кейін қосу өзі асықпай келеді. Дәража, дәраса, дәраса. Нә-тәбә, нә-тәбә, нә-тәбә. Үлгеріп отырыңыздар, қосылып отырыңыздар. Сәбәтә, 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 сәбәтә. Әлифке қойылған кезде айтылады, болды. Әдәбә, әдәбә, әдәбә. Хәсәдә, хәсәдә, хәсәдә. Сәҗәдә, 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 сәҗәдә. Шәраха, шәраха. Ясида. Мына жерде уже екінші қареке қосылды, байқадыңыздар ма? Мына жақта тек қана фатха айтып келдік. Енді касраны қосып атырық. Ясида, ясида, си. Мынау ясида. Тахиба, тахиба, тахиба. Назари, 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 назари. Раджида, раджида. Нешеде жазған кейбір сөздер араб тілінде кездеспеген болуы мүмкін. Сіздерге үлгі ретінде 19 әріпке сәйкес келу үшін бір-екі сөздерді үлгі ретінде, түсіндірме ретінде бердік. Раджида, раджида. Жуан әріпті, үнемі жуан әріпті еш уақытта жіңішке оқып қоймаңыздар. Үнемі жуан оқуға тырысыңыздар. Дә болып қалмасын. Өйткені дәл сияқты жіңішке шығып қалады да, әріп мағына шықпай қалады. Сол үшін жуан әріп үнемі жуан айтылсын. Әзина, әзина, әсина, әсина, әсина. Шәриба, 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 шәриба деп буынға бөлсеңіз де болады. Тәбиха, 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 тәбиха. Міне, көрдіңіздер ма? Сіздерге 19 әріптің барлығын өшірді бердім, және фатханы және касра қарекесін қосып үйреттім. Осыны 30 рет үйде қайталаңыздар. Бұл ең кемі. Негізі 100 рет қайталасаңыздар жақсы болады. Ал, бисмилла, бауырлар. Біз алдын жаттығулар жасадық. Яғни жаңа тапсырмалардың барлығын беріп, жаттығу жасадық. Енді жаңа тапсырма тағы да берейін деп жатырмын. Сол 19 өткен әріпіміздің ішінде маңызды бір 3 әріп бар. Сақау әріптер. Өмір бақи сақау болатын әріптер. Бұл фә, зәл, за әріптері. Үнемі сақау болады. Тілде тістеп айтылады. Жұмсақ тістеп айтылатын әріптер. Біріншісі фә. Фә, фә. Тілді тістейміз, сақау айтамыз. Одан кейін екінші әріп зәл, 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 зәл. Осы екеуі, бұл екеуі жіңішкеге жатады. Жіңішке әрі сақау. Жіңішке әрі
сақау әріпке жатады. Ал одан кейін үшінші сақау әріп va. Бұл сақау әрі жуан әрі сақауға жатады. Осы ережені жақсы жаттау керек. Бұл әріптер Құранда айтылған кезде сақау айтылуы керек. Мысалыға әузу биллахи деген кезде келетін зәл әрпі сақау айтылмайтын болса, мағынаны өзгертуге алып келеді. Сол үшін осы сақау әріптерге қатты мән беріңіздер. Ал бисмилля бауырлар, көпшілік Алланың қалауымен бүгін екінші сабақтың да таяп қалған шегін байқаймыз. Сіздерге көптеген мағлұмат беруге тырыстық. Кешегі бірінші сабақтағымен қоса екінші сабақта да бүгін 10 әріп өтумен 19 әріп өттік. Және екінші қарекені өттік. Сондай бірнеше мағлұматтар айттық. Енді сіздерге Алла қаласа бүгін үй тапсырмасын берейін деп отырмын. Үй тапсырмасында сіздерге қайтадан 28 әріптің үлгісін береміз. Осы 28 әріппенен қайтадан танысу тапсырмасы бірінші. Қайтадан таныса беріңіздер. Мен сіздерге осы әріптерді айтып көрсеткем, қайсысы сақау, қайсысы жуан, қайсысы қырналады, қайсысы қырналмайды, барлығын соны қайталап дайындала беріңіздер. Алдыда өтпеген әріптер болуы мүмкін, сонда да соларды алдын ала дайындық жасай беріңіз. Екінші тапсырмам сіздерге махраж, яғни дауыстап сіздерге айттым. Сол дауыстап айтуменен сіздер де дауыстап бірге қайталап дайындалыңыздар. Түсінбей жатқан жерлеріңіз жеке шығып қайтадан түсіндіруге дайынмын иншалла. Осы махражды дайындалу, әр әріптің ақысын беріп. Одан кейін үшінші тапсырма, бүгінгі өткен 10 әріп бар, сол 10 әріпті кешегі өткен 9 әріпке қосып, екеуін бірге жаттау. 19 әріпті жаттап, мынау парақшадан, осы парақшаны алдарыңызға берем, 19 әріпті қаламмен тауып белгілеңіздер. Өткен әріптеріңізді ғана белгілеңіз, табыңыз осының ішінен. 19 әріпті тауып, қаламмен белгілеу тапсырмасы. Одан кейін төртінші сіздерге берілетін тапсырма бүгінгі өткен кәсіра қарекесін жақсылап жаттау. Яғни жаттығу. Сіздерге тақтаға жазып берген кәсіра қарекесін және фатха қарекесін екеуін қосып жазған тақтада. Соны дәптерлеріңізге жазыңыздар. Анау пауза деген нәрсені пайдаланып, дәптерлеріңізге жазып сол нәрсені бірге жаттығыңыздар. Мен оқимын сөзді, сіз қайталайсыз, жаттайсыз, дәптерге түсіресіз. Одан кейін 5-ші 19 әріпке жаңа айтқан қайтадан фатха кәсіра қарекесін қайтадан қосып не істейсіз, сонда дайындаласыз. 6-ші сақау әріптерді сіздерге бердім. Өйткені 19 әріпте уже сақау әріптердің толық берілді. Бұдан кейін сақау әріп болмайды енді. Сол үшін сақау әріптерді жақсылап жаттап алыңыздар. Иншалла, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, ұстазға жеке шығыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.